Сәлеметсіңдер ме, балалар? 9 сынып информатика пәні деректер базасы бөлімі бойынша жиынтық бағалау. 3 нұсқа. Бірінші тапсырма. Терминдер мен олардың анықтамалары арасында сәйкестікті орнат. Деректер базасы деп біз белгілі бір қасиетті бойынша жинақталған үлкен көлемдегі ақпарат жиынтығын айтады екенбіз. Яғни В жауабы дұрыс екен. Жазба дегеніміз деректер қорының өрісінде орналасқан белгілі қасиетті жазылған кестенің қатарын айтады екенбіз. Яғни С жауабы дұрыс екен. Келесі өріс бізде нысанның қасиетінің мәндерін қамтитын кесте баған екен. Яғни А жауабы дұрыс екен. Екінші тапсырма. Тұжырымдардың ақиқат жалғандығын анықта. Деректерді сүзгілеу, дерекқордағы ақпаратты белгілі бір шартқа сәйкес іріктеп алу процесін ақиқат дейді екенбіз. Екінші, деректерді сұрыптау тек алфавиттік ретпен А-дан Я-ға дейін ғана жүзеге асады. Бұл жалған екен. Үшінші, әрбір жазбаның өзінің бірегей атауы болады. Бұл өріс атауы деп аталады. Бірақ бұл жалған болады екен, балалар. Үшінші тапсырма. Деректер базасы берілген. Сұраныстарды қанағаттандыратын жазбалардың санын анықта. А жауабы. Ұзындығы 300 немесе орналасқан құрлық солтүстік Америка. Бұл жерде 5 жазба бар екен. Ыстықкөл, Туркана, Үлкен Аю, Онтарио, Титикада екен. Келесі Б бізде. Тереңдігі 400 және орналасқан құрлық Азиясы. Бұл бір ғана жазба бар екен. Бұл жерде Ыстықкөл екен. Төртінші тапсырма. Іздеу, сұрыптау және сүзгілеу ұғымдарын салыстыра отырып, олардың мақсаты мен нәтижесінде қандай айырмашылық бар екенін сипаттаңыз. Мақсаты іздеудің белгілі бір деректерді табу, сұрыптауы мәліметтерді белгілі бір тәртіппен орналастыруы, сүзгілеуі берілген шарттарға сай деректерді шығару екен. Нәтижесінің іздеуінде бір немесе бірнеше нақты нәтиже екен. Сұрыптауы барлық деректер тәртіпке сай реттеледі екен. Сүзгілеу шартқа сәйкес келетін мәліметтер ғана көрсетіледі. Бесінші тапсырма. Сүзгілеу командаларын орындау. Нұсқау. Төмендегі тауарлар дерекқор кестесін қолданып, берілген сүзгілеу шарттарын орындаңыз және нәтижесінде қандай жазбалар қалатын ID нөмірлерін көрсетіңіз. Сүзгілеу бірінші. А. Санаты электроника немесе бағасы 100 000 теңгеден жоғары тауарларды көрсетіңіз. Нәтижесінде қалатын ID-лер Т001, Т003, Т005 екен. Келесі екінші. Сүзгілеу шарты Б. Санаты спорт және қоймадағы саны 30-дан көп тауарларды көрсетіңіз.
Нәтижесінде қалатын ID-лер T004 екен. Осымен балалар, бөлім бойынша жиынтық бағалау аяқталды. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.